Қош келдіңіздер. Бүгін видеоның атауында жазылып тұрғандай, қолдарымыздың бұлшықеттерін дамытамыз, қатайтамыз, күшейтеміз. Бұл жаттығулар біздің қолымыздың саусақ ұштарынан бастап, саусақтарды, алақанды, білезікті, білекті, шынтақты, иықты, және де төс еттерін, және де жауырын еттерін барлығын дамытады. Бұл тек қана қолдар емес, сонымен қатар іш және аяқ, басқа да бұлшық еттерді дамытады. Ал сіздер дайын болсаңыздар, бірге бастайық. Жақсылап молдасымызды құрып отырамыз. Бүкселерімізді шығарамыз, кеудеміз алда, иықтарымызды артқа қарай айналдырдық. Алақандар аспанға, көзімізді жұмамыз. Демімізді аламыз, дем алған кезде ішімізді ұлғайтамыз. Дем шығарамыз, ішімізді тартамыз. Бар назарымызды тек қана тыныс алу жаттығуына аударамыз. Дем алдық, дем шығардық. Тағы да дем алдық, дем шығардық. Дем алдық, ауаны ішке жинаймыз. Тез өзінде көтереміз. Болып түрін кездеміз. Дем шығардық, бірінші өкпеден шығарамыз. Және ішімізді тартамыз. Тағы бірінші рет. Дем шығарамыз. Ал енді жаттығуымызға кірісек болады. Ол үшін бізге бірінші төрт аяқтап тұрамыз. Мысық асанысында, маржари асанысында. Ол үшін және де білезіктерімізді тура иықтың астына қойдық. Тізелеріміз тура жамбастың астына қоямыз. Омыртқамызды, арқаның бұлшық еттерін барлығын жақсылап қыздыру керекпіз. Алға қараған кезде бері омыртқамыз сәл ғана өзінің иірімін, табиғи иірімін сақтайды осы жерден. Дем шығарған кезде жерді жақсылап итереміз, арқамызды барынша жоғары қарай шығарамыз, маңдай мен кіндікті бір-біріне жақындатамыз, және де ішті тартып, құйрықты ішке қарай айналдыру керек. Дем алдық, дем шығардық. Өзіңіздің тыныс алуыңызға байланысты жасайсыз. Жылдамдық соған байланысты. Жақсылап жерге тіредік, саусақтарын ашамыз, ұштарын жерге тіреміз. Енді кеудемізді оңнан солға қарай айналдырамыз. Білезіктеріміз қыздырамыз. Күш алақанға түседі алға қарай келген кезде. Дем алдық, дем шығардық арқаға қарай. Дем алдық, дем шығардық арқаға. Енді солдан оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, және 9, соңғысы 10 болды. Енді саусақтарымызды өзімізге қарай тартып, жақсылап артқа қарай созамыз. Дем шығарған кезде жақсылап босатамыз. Енді алақанды сыртқы жағымен қоямыз. Дәл жаңағыдай созамыз.
Жақсы. Көтерсек болады. Қолдарымызды иық деңгейіне қойдық. Саусақтардың арасын ашамыз. Ұштарын жерге тіреміз. Бармақтарды жерге тіредік. Құйрықты жоғары қарай көтереміз. Собака морда емес. Табандарды жамбас деңгейінде қоямыз. Құйрық жоғарыда, арқамыз түзу болу керек. Көзімізді кіндікке аударамыз. Жаймендеп, аяқтың ұштарын төмен қарай тартамыз. Тіземіз бүгулі тұрса да болады, міндетті түрде емес. Енді бірақ толық жаттығу өкшелер жерге жабысып тұру керек. Арқамыз тек түзу болу керек. Бүкірейіп, бүйтіп жасауға болмайды. Енді бір жерде жүреміз. Өкшелерді алма кезек көтереміз. Аяқтың арқы жағын жақсылап созу керекпіз. Жақсы, осы жерден екеуінде екі өкшені қатарынан жерге қарай тартамыз. Енді қазір біздің жауырынмен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде иықтар, басты төмен қарай тарттық барынша. Дәл бір жерде бір нәрсені, бір нүктені жақсылап қарау үшін алға қарай тартыламыз. Сосын одан кері тартылу керекпіз. Жауырындар жоғары қарай кетті, иықтар жоғары қарай көтерілді. Төмен қарай, жоғары қарай. Төмен қарай, жоғары қарай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және соңғысы. Жақсы, төменге түсірді қолдарымызды. Тізелерді алшақ ашсақ болады, табандар жерге түсірдік, жамбасы жерге түсіреміз, маңдайды жерге тигіземіз, жақсылап созыламыз. Жайлап көтерілсек болады. Қайтадан 4 аяқтап тұру керекпіз. Тізелеріміз өз орнында тұрды. Енді қолдарымызды алшақ ашу керекпіз. Екі алақан бір-бірінен алыс тұру керек. Менің қолдарым ковриктің шетіне шығып кетті. Шынтақтарды бүккен кезде сыртқа қарай бүгеміз. Отжимание деп аталады бұл жаттығу. Сыртқа қарай бүгілу керек. Ішке қарай емес, шынтақ өзінің жоғарғы нүктесінен түсіп кетпеу керек, төмен қарай. Дәл осы жерде қалады. Тек қана төспен ғана жерге қарай тартыламыз. Осылай. Дем алған кезде көтерілдік, дем шығарған кезде төмен қарай түсеміз. Дем алған кезде көтерілдік, дем шығарған кезде төмен түсеміз. Саусақтың ұштары да кісіге көмектесу керек. Сондықтан міндетті түрде саусақтардың арасын ашу керек. Енді аяқтарымызды қосамыз, ол үшін бармақтарды жерге тіредік. Жоғары қарай көтереміз, аяқтың ұшы өзімізде. Аяғымызды көтерген, төсімізді жерге тигізген кезде аяғымыз өзі-ақ көтеріледі. Вдох, көтерілдік, выдох, төмен түстік. 1. Дәл осылай 10 рет жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en соңғысы 10. Жақсы, керемет. Енді екінші аяқты, сол аяқты ортаға қарай қойдық, оң аяқты созамыз, аяқтың ұшы өзімізде. Жамбас деңгейінде ұстадық, вдох, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және соңғысы 10.
енді демалсақ болады. Балғасына да демаламыз. Қолдарымызды жанға қойсақ болады. Жемендеп көтерілеміз. Келесі жаттығуға көшеміз. Тағы да сәл білезіктерімізді айналдырып алсақ болады сыртқа қарай және кешке қарай. 4 аяқтап тұрдық жаңағыда ең біріншідегідей. Енді келесі кезекте мынадай жаттығу, бармақтарды тіредік. Алға қараймыз және де ойдық кезінде, яғни дем шығарған кезде кеудемізді алға қарай береміз. Сосын барып білектерімізді бүгеміз. Тек жанға қарай емес, бұл жерде өзімізге қарай, қабырға қарай, артқа қарай кеттік. Осында динамикада жұмыс жасаймыз. Вдох, выдох, вдох, выдох. 2 болды. Вдох, выдох, вдох, выдох. 3, вдох. 4. Вдох, выдох, вдох, выдох. 5. Бұл оңай емес. Кеудемізді басымыз алға қарай тартқан кезде барынша кәдімгі қолға күш түседі. Және де бүккен кезде одан сайын күш түседі. Выдох. 6. Вдох, выдох. 7. Вдох, выдох. 8. Вдох, выдох. 10. 9. Şimdi soğuması kaldı. 10. Demolsak болады şimdi. Білезіктерімізді айналдырамыз, осы жерде демалып жатқан кезде. Жақсы, көтерілдік. Дәл манағыда собака морда внизға қайтадан көшеміз. Бармақтарды тіредік. Арқамыз жоғарыда, құйрық жоғары қарай кетеді. Мынау бірінші. Выдох кезде денемізді, кеудемізді жерге параллельно ұстауға тырысамыз. Ол үшін аяқтарды төмен қарай тартсаңыздар болады. Өкше артқа қарай тартады, бас алға қарай тартады. Мына жерде бүйтіп омыртқаны жамбасы сүріп жіберуге болмайды. Қатты ұстаймыз. Барынша бір түзу болып жасау керек. Және де басы да төмен сүруге болмайды. Бас та жоғары қарай тартылады. 10 секунд осы жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дірілдесе, ол қалыпты жағдай. Іштің және бүксенің бұлшықеттерін қатты ұстау керек. 6, 7, 8, 9. Осы жерден оң қолға қарай, оңға қарай бұрыламыз. Табандар жақсылап тіредім. Тағы да мына жерде бүйтіп иықты сүріп жіберуге болмайды. Барынша жоғары қарай көтердік. Ашамыз. Жоғары қарай тартыламыз. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді сол жаққа
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Төмен сүрдік. Тағы да демалсақ болады. Жаймендеп көтерілеміз. Моласымызды құрып қайтадан отырдық. Қолдарымыз жақсылап жұмыс жасады. Енді оларды жай ғана созу керекпіз. Білезіктерден бастаймыз. Бірінші сыртқа қарай айналдырамыз. 6, 7, 8, 9, 13-ке қарай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей оң қол алақанымыз бізге қарайды. Енді сыртқа айналдырдық. Сол қолдың көмегімен сол қолдың бас бармағы мына кіші саусақтың төменгі жағын басады. Ал қалған 4 саусақ білек ісікті ұстайды. Айналдырамыз. Өзімізге қарай тартамыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Сол жаққа. Дәл солай оң қол кіші саусақтың төменгі жағын қалған саусақ білезіктерді ұстайды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. Енді саусақтарды ұстадық. Өзімізге қарай тартамыз. Жақсылап алақанды толықтай жерге жатқызуға тырысамыз. Саусақтарды жоғары қарай көтеріп тұрсақ болады. Жақсы, көтердік. Келесі ол. Тағы да. Тағы да. Жақсы, оң қол жақсылап создық, өзімізден кері қарай біреу тартып жатқандай болу керек. Мына шынтақтар барлығы жақсылап ашылу керек. Алға қарай келдік. Сол қолмен ұстап алдық, өзімізге қарай тартамыз. Иығымыз жақсылап созылу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және 10. Енді сол қол өзімізден кері тарттық, барынша создық. Және сол күйіне алға қарай созамыз да оң қолмен ұстап алдық. Тартамыз. Қолымызды бүкпейміз, бүксек ешқандай бұлшығы тартылмайды. Сондықтан жиі ұстауға тырысамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Оң қол жоғарыда. Жоғарыға бардық. Жоғары қарай создық. Алақанды артқа қарай екі жағының ортасына қойдық. Сол қолмен шынтақты жерге қарай тартамыз. Басымызды төмен қарай қаратпаңыздар, еңкейтпеңіздер. Жоғары ұстауға тырысыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Келесі қол, сол қол жоғары қарай создық. Екі жағының ортасына қойдық. Шынтақты төмен тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Келесі оң қол өзімізден кері тарттық, бұрадық сыртқа қарай. Сол қолдың көмегімен білекті ұстап алдық. Білекті ұстап аламыз және тартамыз. Сол жаққа қарай тарту керек. Сегіз, тоғыз, жақсы жібердік. Сол қолды солай өзімізден кері тарттық, сыртқа қарай айналдырдық.
Оң қолмен ұстап алдық, тартамыз оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Осы жерде қойдық. Оң қол жоғарыдан өзіміздің кері тартып, жоғары қарай созамыз. Екі жағын ортасына қоямыз. Жетпесе осылай тұра береді. Жетсе, екеуін біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Келесі қол. Оң қолды қойдық артқа қарай, жоғары қарай созып өзімізден. Екі жағын ортасына қойдық және екі қолды бір-біріне біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Жіберсек болады. Ал енді жерге арқамызбен жатып, менің каналымда шавасана деп аталатын медитация бар. Соны жасасаңыз болады. Мүмкін мына жерде шығып тұр. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.